Бірінші тақырып мысалы, ғылым философиясының не екенін, оның қандай мақсат міндеттері бар екен және қандай мәселелерді зерттеу керектігін айқындап алады. Ғылым философиясының не екенін түсіну үшін біз біріншіден философия не деген сұраққа мүмкін қайта оралғанымызда дұрыс шығар. Философия пәні, осы пәннің мазмұны туралы және философиядағы басқа да мәселелер дискурсивті болып әрине қала береді. Бұл адамзат баласының сондай ғылым тарихында үлкен бір дискурс. Алайда ең бір сондай дұрыс сәтті шыққан анықтамалардың бірі деп біз философияны әлем мен адам өмірінің белгілі бір негіздерін ашуға бағытталған жүйелі, рефлексивті немесе рухани қызмет санауды ұсынады. Міне осы ең бір классикалық тұрғыдағы бір жүйелі анықтама деп айта аламыз. Сонымен философия дегеніміз қандай пән? Бұл біздің әлемді өте жалпы түрде сипаттауға және мағыналы түрде жасауға тырысатын пән екенін білеміз. Және бұл мәселеде ол шамамен бірдей нәрсені жасайтын ғылыммен бәсекелеседі және сол жерде бір байланысады. Біз ғылым ретінде философия арқылы ғылыми білімді және ғылымды философияның тақырыбы ретінде сипаттауға тырысудамыз. Философияның дәстүрлі қалыптасқан ішкі бөліністері бар. Ол бүкіл ғылым философиясында басқа масштабта қайталана береді. Мысалы, философия логиканы, философия тарихын, теориялық және практикалық философияны қамти береді. Және оның жаңағы прикладнойлығы дейді ғой, орысша айтқан кезде, қазақша оның қолданбалылығын байқататын тұстары болуы мүмкін. Бұл әсіресе философияның жаңағы ғылыми таным мәселесіне келгендегі эмпирикалық бір тәсілдерден аңғарамыз. Біз ғылыми қызметті біртекті қызмет ретінде қарастырамыз және ғылымның философиялық негіздері туралы жалпы алғанда да білім саласы бойынша да әлі айтамыз. Яғни гуманитарлық ғылым салалары, техникалық, әрине техникалық бағыттағы жоғары оқу орны болғандықтан және оның табиғи бір маңызы. Осы тұста біз бұл негіздердің әмбебап болып табылатын және ғылымды да бір әмбебап құбылыс ретінде қарастыра аламыз. Бұл біріншіде мысалы ғылым әдістің жалпылығымен сипатталады. Мысалы түрлі әдістердің жалпыға қатысты өзінің көріністері бар. Мысалы рационалды әдіс немесе логикалық әдістер. Екіншіден, логика ғылыми қызметтің құралы болып табылады. Сондай-ақ түрлі жаңағы философиялық мәселелер бұл кез келген адам санасында философиялық рефлексияны тудырудың құралы. Жалпы ғылымның қандай қызметтері бар? Ғылымның маңызды қызметі қоршаған ортаның заңдылықтарын түсіндіретін және ашуға мүмкіндік беретін шынайы білімді тудыру және оны жариялы ету. Бұл қызметті біз танымдық, білім беру, технологиялық, адамның жаңағы әрекеттері болсын танымдағы, оны рационалдандыру тәрізді өзара бір-бірімен тығыз байланысқан осындай бір қызмет түрлері арқылы анықтай аламыз. Қазіргі замандағы ғылым жайлы оның адам мен қоғам өмірінің басқа да аумақтарымен арақатынасында туындайтын әлеуметтік қызметтердің 3 тобын бөліп қарастырайық. Бұл біріншіден
мәдени дүниетанымдық, екіншіден ғылымның тікелей өндіруші күш ретіндегі қызметі, және соңғы үшіншісі әлеуметтік күш ретіндегі қызметі. Ғылымның қазіргі таңдағы жаһандық мәселелерді шешудегі әлеуметтік күш ретіндегі қызметінің өте маңыздылығын біз осы ғылымның әлеуметтік жағдайдағы қызметтеріне қарап айқындай аламыз. Біз жаңа дәрістің жоғары тұсында айтқан болатынбыз, ғылым философиясының негізгі мәселелері қандай, иә? Біз кез келген жаңағы ғылыми танымды жүзеге асыру барысында кез келген оның логикалық құрылымына, оның ұйқастығына, нақтылығына, оның қисындылығына мән беруіміз керек. Және ол әлеуметтік қоғамдық рөлі қандай, осы мәселеге тоқталуымыз керек. Және адамдардың немесе жекелеген адамның санасына, оның дүниетанымына деген қандай психологиялық көзқарас қалыптастырады. Бұл өте маңызды. Себебі кез келген ғылыми жаңалық, кез келген ғылыми техникалық революция тек адам үшін жасалатын естен шығармауымыз керек. Себебі адам барлық заттардың өлшемі. Жалпы ғылым тарихының статусы мен проблемалары. Бұл тұрғыда біз кез келген ғылыми мәселенің өзектілігі турасындағы мәселені қозғауымыз керек. Қазіргі таңда ғылымда әлеуметтік проблемалар, сондай-ақ қоғамдық мәселелер, жалпы ұлттық немесе әртүрлі этностық бағыттағы мәселелер ғылымның назарынан тыс қалмайды қазір. Сондай-ақ мынау білім, себебі кез келген ғылым саласының негізгі мәселесі бұл сол проблема, сол зерттелетін проблеманы туралы нақты білім қалыптастыру адам санасында немесе қоғамда. Соған орай біз ғылым тарихының статусы мен проблемаларын жіктеп алуымыздың маңызы зор. Негізгі қандай позициялар бар? Әрине, бұл туралы бір азғантай зерттеудің нәтижесін айта қою қиын. Себебі қазіргі таңда негізгі ұстаным ғылым саласындағы бұл жалпыға ортақ бір білім қалыптастыру. Бірақ бұл жерде тағы бір күрделі мәселе бар. Бұл ғылымдардың жіктелуі.